баласына, кішкентай қызына бөлме гарнитур жасап беруді армандап келген Гүлнұр ханымға сөз бергім келеді. Ақтөбеден Гүлнұра. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Менің Инал компаниясына тіркелгендегі өзімнің енді біраз адам естіді деп ойлаймын, енді сонда да қайталап айтайын. Қараша айы мен үшін өзімнің бір сәтті ай. Маған өзі қараша айы ұнайды. Қараша айында осыдан 3 жыл бұрын тіркелгеніме 3 жыл болады, осы жылы. 3 жыл бұрын қараша айында мен осы компанияға тіркелдім. Бірақ бұған дейін Ардақ ханымды инстаграмнан қараймын. Бірақ адам қарағанымен, қызыққанымен көбіне батыл жетпейді ғой. Көбіне батылдық жетпейді. Мына менің қаншама оқырмандарым отыр. 3 жыл мені бақылап отырған оқырмандар бар. Сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Мен солай 3 жыл емес, бірақ бір 6-8 айдың шамасында бақыладым, бірақ батылдығым жеткен жоқ. Қаншама рет сообщениені бүйтіп бастаймын, до конца жазылмайды ол. Өшіріп тастаймын да қайтадан қоя қоямын. Себебі это не для меня деген сұрақ тұрды осы жерде. Одан кейін осындай қарашада, қазір енді салқын ғой бізде күн, қызымды алып кетейін деп барсам, нулевойда оқиды ол кезде қызым. Апа айтады, бізді бүгін Еркежан күлдіртті. Есімі Еркежан, ол кезде жасы 5-те. Бізді бүгін Еркежан күлдіртті дейді. Енді қуанып кетейін, балам бір нәрсе айтты ма, енді қандай бір жақсы тәтті қылық істеді ма деп. Сөйтсе апай айтқан, сізде жауапкершілігіңіз арттыру үшін кешке жақын өзіңіздің полкаларыңнан сумкаларыңызге кітаптарыңызды салыңыздар деп сөйтіп үйреткен ғой, енді жауапкершілікті арттырайын деп. Мен қызым бәрін айтып берген. Бізде үйде полка да жоқ, люстра жоқ бізде. Бір бөлмеде бір люстра, жаңағы бір шкаф, оның ішінде бәрін айтқан, енді барлығын айтқан. Мен анжерде тұрған кезде енді кәдімгідей бір адам тесік қыларым да білмедім. Қызымның қолынан ұстап алып, осындай қараңғы кез, уже жайлап салқын, осындай суық кез, бірден бардым да жаңағы үйге келіп қызымды отырғызып қойып сөйлестім да. Жасы 5-те болғанымен оның ойы басқа да. Мама, я не виню, что ты моя мама деп әңгімесін бастады. Ну, конечно, Камиле и Даяне очень повезло, деп. Ол менің подружкам, менің подружкам, менің қызым сол 2 қыздан қалған киімдерді киеді. Өзім кейде Гүлсинадан қалған киімдерді киемін. Енді солай, енді бәріміздің басымыздан өтіп жатқан жағдай ғой. Біз квартира емес, менің өзімнің үйім, енеме үлкен рахмет, менің жаңағы ешкімнің босағасына жүрмесіне деп үй алып берді. Бірақ менің жолдасым жаңағы табысы енді сол үйдің жартысын төлеуге де жетпейді. Себебі ешқандай жинақсыз сол үйді алғанбыз. Қарап отырсам, жасым сол кезде 27-де. Өзімнің қызымның потребностарын алып бере алмаймын. Даже мен ол қызымның потребностарынан бөлек, мен енеме мына жақтан өзімнің ата-анама қолым жайып отырмын екен да. Мен қараймын да, елдер өз ата-аналарына көмектесіп жатыр. Жаңа Гүлсинаның қыздары кимеген киімді киіп жатыр. Менің қай жерім кем? Бірден Айнар әпкеге жазып жібердім. Мен осындай компанияға тіркелемін. Себебі инстаграмдағы пост жазылып тұрды. Мен тіркелдім, астыма командаға шақырам деп. Ойладым енді ол кісі енді адамды түсініп қалар, енді халықтың адамы ғой деп мен жаздым. Маған жазуға духың жетпей, Айнырға духың жетпей. Жаздым. Жазғаннан кейін ол кісі маған бірден ответ берген жоқ. Жұлдыз Қазихан өзінің құрбысының номерін салып жіберіп, ол кісіге звондасам, менде тым желание жоқ істейтін, өзің тіркелгің келсе, өзің тіркел. Қалай болады енді, не істейді? Содан кейін ол күні тіркелген жоқпын, екінші, бірақ оны целый день ойда жаңағы НЛ жүр. Еще мен қарап отырмай, өзіміздің тұрып жатқан үйден, подвальный помещениеден арендаға не алып қойғам. Ішінде магазин. Енді магазин деп жаңағы сондай айтып жатқан рухаят дедік сіз бар, сондай ойын. Арзан магазин. Сондай алып қойғам, оның барлығы түгел кредитке. Ішінің барлығы кредитке тұрады. Ішіндегі өнім, сататын заттардың бәрін кредитке алғам. Сөйтіп, целый день ойланып, кешке ұйықтай алмай тағы да шықтым. Бірақ түс көрдім. Түсімде маған тағы да бір үлкен ақ бұлттардың үстінде Ардақ ханым тұр. Енді Ардақ ханым шынымен инстаграмнан ар жағында отырған адамдар үшін қол жеткізді. Ақ бұлттардың ішінде ең жоғарғысында тұр, мені шақырады. Мен бірақ барайын десем, батылдық жетпейді. Тұрым,
басайын десем басылмайды. Бір ғана ступенька тұр, ар жағымызда еш нәрсе жоқ, бірақ ана биікте тұрып шақырады. Бір кезде бір кісі қолтығымнан бүйтіп демеді да, қолымнан алып кетті жоғары қарай. Сөйтіп үшеуміз бір басқа жаққа кіріп кеттік. Қайтадан жаздым, жаңа Жұлдыз Хазиханды тауып беріңіз, мен тіркелетін болдым, тіркелдім, жеңгемді тіркеп алдым. Сол кезде ана чат болды ғой, чатта деген Күнсұлу апа айлық түсіватты. Күнсұлу апаның дауысы, мен ойлағам үлкен кісі деп 150 мың теңге айлық алдым, барлығын жазып жатыр. Сөйтіп Энелдағы жұмысым басталып кетті. Енді ол кезде менің өзім енді анандай жағдайда жүрген адамын, мен жолдасымды жұмыстан шығарып жіберді. Оның үстіне жаңағы көтер, не істемесең көтеріп арқала дейді ғой. Сондай жағдай болды. Мен енді ол кезде жаңағы Энелді істеймін ба, істемеймін ба деп ойлайтын менде шама болған жоқ. Надо делать или выход жоқ басқа. Біз вообще біз ойладық. Жазға шейін шыдайық, амалдап жазда біз вообще Канадаға көшіп кетеміз, бір әкеміз күтіп отқанда. Солай ойладық. Потому что безвыходная ситуация. Мына жақта қарыз 435 мың теңге төлейтін дейік, айына сондай қарызға кірген мен. Сөйтіп, Энелда мен 2-ші айда сразу Жұлдыз жаптым, 4-ші айда ДС жаптым, команда өзінен өзі келді. Өзінен өзі дегенде мен былай алам, мысалы, мынау Жұбанов көшесі болса, Ақтөбе қаласында, таңертең түсіп қалам. Түсіп қаламда сол көшенің бойында не бар? Кафе бар ма, магазин бар ма? Бәрін аралаймын. Қолымда тек қана каталог түсіндірем, айтам. Мысалы, сывырткаға заказ берді бір мекемеде бір келіншек. Мен айтам, ол сывыртканы әкеліп берейін десе, менде ақша жоқ. Мен сізге әкеліп бергім келіп тұр, мен жаяу барып әкеліп берем сізге. Бірақ менде деген сізге тастап кететін тек соткамнан басқа еш нәрсе жоқ. Болмаса удостоверение тастап кетейін, жарты сағатта келіп болмаса, мен милициямен іздеңіздер деген сияқты да. Мен солай бастадым өзімнің бизнесімді. 75 менде солай жасалды. Ең алғашқы айлығым 78 мың айлық алған. Солай басталып кетті. 7 айдың ішінде Мерседестің мен Жұлдыз жапқан кезінде, есімде Жұлдыз жапқан кезде Арғы ханым айтқан ғой, мен ремонтты келген едім, мен ремонтты жасамаймын ау, мен үй алам деп. Себебі мына жақтағы ақшаны көрген кезде ремонтты қоя тұру керек, үй аламыз деп. Бірақ 3 жылдың ішінде менің өмірім кәдімгідей күрт өзгерді. Ремонтты да жасадық, ол үйді сатып жібердік. Қазір деген енді Алтынгүл апа көреді ғой, офисте бірге жүрген қаланың мен деген бір районынан 4 бөлмелі үй алдық. 2-ші көлігімізді алдық. Ешқандай кредитсіз. Анау кредиттерін бір елдер айтады екен қыздар, осы деген бәленбай миллион алып жатыр деп айтады. Айнұр әпке постоянно осына жаңағы реклама жасайды, бірақ деген үстіндегі киімі нашар деген сияқты да, ондайды айтып жүрді. Мен сол кезде қыздарға айтатынмын, ешкімнің аузына мен қақпақ бола алмаймын. Бірақ менің көрген қиындықтарымды көрсін. Менің басынан өткен дүниелер соның басына келген кезде ондай әңгіме айтуға ауыздары бармас еді. Маған қазір киім емес, менің мына өмірім, ана өмірімдегі қарыздарды төлеуге кетіп жатыр. Бір бөлшегі кішкентай. Қазір Аллахқа мыңда бір шүкіршілік, кредит деген нәрсе біздің мойнымызда жоқ. Солай біз енді кеше Айнұр әпкеге айтқан ғой, мен тағы да ремонт жасайын деп жатырмын. Ойбай, сенің ремонтың өтпейді. Қазіргі айлық табысың неше? 2,5 миллион айлық аламын. Бұдан бөлек мен ата-анам осы қалаға көшіп келді. Менің анам өзімнің, мен мамаға айтамын, мен енді Жұлдызым болды, басында ол кісі маған поддержка берейін деп, поддержка берген тек қана менің анам. Жолдасым енді кәдімгі моральный поддержканы берді ғой, бірақ жаңағы барып сенің шайың сатайын, бізде кейбір қыздар айтады ғой, жолдасым поддержка берін. Қандай поддержка күтесің десе, жолдасына апарып неге детокс сатпайды. Ондай поддержканы жолдастарыңыздан күтпеңіздер. Сол кезде мен ойлаймын, сол кезде бізде мысалға менің өзімнің құрбыс келіншегім тіркелді, 70 бейге өнімді алды, енесіне апарған сат деп, жолдасына ренжіген сен айтпайсың деп. И сол моментте соның бизнесі бітіп қалды. Сіздің енеңіз, болмаса сіздің жолдасыңыз оны жасауға міндетті емес. Ол сіздің бизнес қой, сіз жасау керексіз. Аллахқа енді мыңда бір шүкіршілік айтам. Мен кеше мен жолдасымды айтып жатыр, ол қашатын ешқандай жаңағы мені жерге түсірме, нетпе деп. Кеше деген соттан алып алған, өзі прямой эфир жүргізіп, өзі рабочий парақша бар. Кімнің жолдасы қарсы, кімнің жолдасы қарсы. Мен ертең барам, өзім түсіндірем деп. Керемет. Сол енді жаңа да ойлап отырмын ғой, қандай керемет та менің бала шағам. Қызым айтады ғой қазір деген, мама, я горжусь тобой.
маған Ей, жаным. менің миллиондарым алып жатқан болмаса біздің машина біздің үй ол балаға маңызды емес қой. Бала басқа нәрсені көріп тұр да, ішінен сезіп тұр, мама, я горжусь тобой деп. Кәдімгідей вот маған басқа емес, жаңағы миллиондар емес, менің қызымның бір ауыз сөзі маңызды да. Мен ойлаймын ғой, барлық қыздарыма айтамын, сен тірі тұрған кезде сенің балаң үшін басқа біреудің анасы шабыт беретін болса, басқа біреудің анасы кумир болатын болса, сен сонда неге сен өмір сүріп жүрсің? Ең басты мотивациям жетпей жатыр, Гүлнұр, маған бір нәрсе, мен айтамын, мен мотивация, постоянно мотивация беретін, мен де наркоман емеспін ғой, я, постоянно бір кайфпен жүретін. Мен де адамын, мотивацияң жетпесе, сен менен емес, балаңнан алу керексің. Просто үйіңізде бар ғой, 3 балаңыз бар, 4 балаңыз бар, просто балаңызды құшақтаңыз и сұраңыз, балам, сенің қандай арманың бар? Міне мотивацияның көкесі. Балаңызда не жоқ, соны қараңыз. Не бар емес, шүкіршілік еткен дұрыс-ақ. Бірақ көбінесе сол шүкіршіліктің астарында еріншектік деген бір сондай сылтау деген дүниелер жатады да. Оның әр нәрсенің өз шекарасын білсек, мен ойлаймын, НЛ-дің миллиондары барлығымызға жетеді, тем более самғау структурасында өспеу ол мүмкін емес. Арда ханымға осы орайда тағы да мың алғыс айтамын. Мен айтамын ғой, кешке біз ұйықтар алдында ол мен емес, менің бала шағам емес, менің әкем екенін айтып жатады. Алла Аумин, Алла разы болсын. Осындай білмеймін енді қалай бұл мынандай дүниелердің барлығын көріп отқанда жұмыс жасау, тоқтап қалу, болмаса бір мотивация алмай қалу мүмкін емес. Барлықтарыңызға тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Кездесу енді мықты. Жалқау адам дейді да, жалқау адам диванда жатып ерініп жататын